Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай қамыры үлпілдек, жұмсақ болып пісіп шығатын, духовкада пісірілген сосиски в тесте жасайтын боламыз. Осындай қамыры жұмсақ, дәмді болып пісіп шығады. Іші толықтай піскен, және сіздерге екі түрлі өруін көрсететін боламын. Бізге керегі ыстық сүт, салқын су, бір жұмыртқа, сары май, ашытқы, тұз, қант керек болады, және ұн. Бұл жерде мен ұнды көрсетпептім. Енді ыдысымызға ыстық сүтті құйып, осыған сары майды салып ертіп аламыз, немесе екеуін екі бөлік ертіп қоссаңыздар да болады. Осының үстіне қант саламыз, тұз саламыз, жақсылап араластырамыз, екеуі еруі керек. Енді осының үстіне салқын су құямыз. Мен сүтім ыстық болғандықтан салқын су құйдым, немесе екеуін де жылытып алсаңыздар болады. Массамыз жылы болмау керек, ыстық болмасын, қолымызбен тексеріп аламыз осылай. Енді осының үстіне ашытқы саламыз, және бір жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысын біз сосискилардың бетіне жаққанға алып қаламыз. Осы ингредиенттерді видеоның астында тақырыпты бассаңыздар, описание шығады. Сол жерге қалдыратын боламын, қанша қосқанымды. Мінекей барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне бірнеше бөлікке ұнды бөліп отырып, осылай араластырып отырып қосатын боламыз. Менде ұн бірінші сұрыпты ұн, ал егерде сіздерде жоғарғы сұрыпты ұн болатын болса, онда ұнның грамын кішкене көбейтесіздер. Ол көптеу кетуі мүмкін. Мінекей бірнеше бөлікке бөліп отырып венчикпен араластырдым бас кезінде, одан кейін қоюланғаннан кейін осылай қолымызбен иілеп аламыз. Қалған барлық ұнды салғаннан кейін жақсылап толықтай, бұдан артық ұн салмаңыздар, жақсылап иін қандырып иілеп аламыз. Осылай жартылай қолға жабыспақ қамыр шығуы керек. Мінекей қамырымызды толықтай иілеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Менде қамыр 1,5 сағаттай тұрды. Енді осы қамырды қолымызды майлап алып, біреу үлкен, бірі кіші бөлікке бөліп аламын. Бұл екіге бөліп алу себебім сіздерге екі түрлі өруді көрсету үшін бөліп алдым. Сіздер бір бөлік қып қана жасасаңыздар болады. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу қып алдым. Осылай қолымызды майлап алып, қамырымызды жайып шығамыз. Ал екінші қамырды осылай домалақ етіп, бірнеше бөлікке бөліп алдым. Сізге қай варианты ыңғайлы, соны жасасаңыздар болады. Бұл кішкентай күлшеленген қамырларымызды күлшелеп алғаннан кейін бөлек қоя тұратын боламыз. Ал үлкендеу қамырды оқтаумен 1-2 сантиметрлік қалыңдау етіп жаямыз. Мінекей 1-2 сантиметрлік қалыңдау етіп жайдым. Енді осыны осылай жіңішкелеп, жоғалақ етіп, қатты жіңішке болмасын, орташалап кесіп шығатын боламыз. Шұжықтарымызды енді осы қамырға орайтын боламыз. Мінекей дәл видеоғадағыдай ашық жерін қалдырмай, бір-біріне айқастырып осылай орап шығамыз. Ал ең соңғы үш жағын осылай қолымызбен екінші жағына жабыстырамыз. Мінекей барлық шұжықтарымызды осылай орап шығамыз. Қамырымыз ұзындау болса, артығын кесіп алып тастаңыздар. Ал екінші түрі осылы күлшеленген қамырларымызды да оқтаумен жайып аламыз.
шұжықты ортасына қойып, жан-жағын осылай дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Енді осы кесілген қамырды осы шұжықтарымызды өріп шығуымыз керек. Ортаға алып, екі жағынан орап шығуымыз керек. Артылған қамырын кесіп алып тастаймыз. Мінекей екі түрін жасап болдым. Енді осы алып қалған сарының, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене сұйықтау болу керек. Егерде сүт қоспасаңыздар, ол жұмыртқаның сарысы қою болып дұрыс жағылмайды. Мінекей жасалынған сосискелердің үстіне сары жұмыртқамызды жағып шығамыз. Мінекей 180-200 градуста духовкалардың қызғанына қарай қамырымызды, сосискелерімізді пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ, әрі іші толықтай піскен дәмді сосискелеріміз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.